309 есепте ең кіші орта еселігін табу керек. Ол үшін 4 пен 303-ті жіктейміз. Яғни 4 осылай жіктелетін болса, 303-ті жіктейтін болса, ол 3-ке бөлінеді. 101 болады. 101 жай сан, 101 тек 101-ге бөлінеді, 1 болады. Енді ең кіші орта еселігін табатын болсақ, осы сандардың көбейтіндісінен тұрады екен, яғни ортақ бөлгіштері жоқ. Жауабы 1212. Жүз 21.212 деген екі санына бөлінеді. Оның бөлінісі 60.606. Ол тағы да 2-ге бөлінеді. 30.303 болады. Ол 3-ке бөлінеді. 10.101 тағы да 3-ке бөлінеді. 3.367 болады. Келесі 3.367 7-ге бөлінеді. 481 болады. Әрі қарай 481 13 санына бөлінеді. 37 жай сан, ол тек 37-ге бөлінеді. 1 болады. Келесі 151.515-ті 3-ке бөлеміз. Тағы да 3-ке бөлеміз. Он 16.835 5-ке бөлінеді. 7-ге бөлінеді. 481 13-ке бөлінеді. 37 37-ге бөлінеді. 1. Енді қайталанатын 37, 13, 7 сандар қайталанады. Және мына жердегі 2, 3 қайталанады екен. Енді барлығын жазатын болсақ, 2 көбейтілген 5, алдымен қоршалмағандар жазылайық, кейін қоршалғандар 1 рет жазамыз. Сонда мәні мынандай болып шығады. 363.636. 40.404-ке бөлінеді. Яғни еселігі сол 2 санның үлкені болады. Бұл жерден 1-ден 363.636 деп те жазып кете аламыз. Енді жіктейік. 242.424-ті 2-ге бөлетін болсақ, 121.212 болады. Оны тағы 2-ге бөлетін болсақ, 60.606 шығады. Ол тағы 2-ге бөлетін болсақ, 30.303, ол 3-ге бөлінеді. 10.101 тағы да 3-ге бөлінеді. 3.367 7-ге бөлінеді. 481 13-ге бөлінеді. 37-ге бөлінеді. 1 болады. Келесі 181.818 дәл солай жіктейтін болсақ, ең бірінші 2-ге бөлінеді. 90.909 болады. Ол 3-ге бөлінеді. 30.303, мына біріншісі бар ғой, соны қайталаймыз, ұқсайды соған. Дәл сол мына жердегі тұсынан бастап қайталап жазып қойсақ болады. 10.101, ол тағы 3-ге бөлінеді. 3.367,
7-ге бөлінеді 481. Так, бұндай жағдайда уже осы жерден тоқтатып кетуге болады, себебі қайталанатын сандар, иә. Так. Енді қайталанатын сандарды белгілейтін болсақ, мынау 2 қайталанады, 2 рет 3 қайталанады. Мына 7, 13, 37 деген үшеуі де барлығы қайталанып тұр. Сондықтан біз оларды бір рет қана жазамыз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Енді мына қоршалған сандарды бір рет қана жазамыз. 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3, көбейтілген 7 көбейтілген 13, көбейтілген 37. Мынау түгелдей мына көбейткіштің мәні. Мына жерде оң жағында жіктелгенде, оң жағында тұрған сандардың көбейтіндісі ғой. Сондықтан мына жерде есептемей-ақ, бұл жер бізде 181.818 екенін білеміз. Осыны енді 4-ке көбейте саламыз. Сонда бізде шығады 727.272 деген. Мына сандарды жүктеп алайық алдымен. Жүктейтін болсақ, 8-ді де дәл солай жүктеп аламыз. 2, 4 болады, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2, 2-ні 2-ге бөлеміз, 1. Так, осы жерден ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Ортақ сандарды біз қоршап қоямыз. Ең үлкен ортақ бөлгішінде сол қоршалған санды ғана жазамыз, сандарды ғана. Бұл жерде бізде тек қана 2. Ал ең кіші ортақ еселігін тапқанда сол қоршалған санымызды, яғни қайталанатын санымызды бір рет қана жазамыз да, қалған мына қайталанбай тұрғандарды да көбейтінді түрінде жазып шығамыз. Көбейтілген 3, көбейтілген 2, көбейтілген 2. Бізде 24 шығады. Енді мына жерге жазатын болсақ, ең үлкен ортақ бөлгіші 2-ге тең болды, ең кіші ортақ еселігіміз 24-ге тең болды. Енді мына жерде осы екеуін көбейту керекпіз. 2 мен 24-ті көбейтсек, ол 48 болады. Келесі 9 пен 12-ні көбейтетін болсақ, бізде ол 108 шығады. Ең үлкен ортақ бөлгішін тапқан, ең кіші ортақ еселігін табу керекпіз 9 пен 12-ның. Ол үшін жіктейміз 9-ды. 9 3-ке бөлінеді, 3 3-ке бөлінеді 1, 12 2-ге бөлінеді 6, 6 2-ге бөлінеді 3, 3 3-ке бөлінеді 1. Енді ең кіші ортақ еселігін табатын болсақ, қайталанатын сандарды қоршап қоямыз. Сол санды бір рет қана жазамыз да, қалған қайталанбай тұрған сандардың түгел жазып шығамыз. 36 болады. Яғни бұл жерде ең кіші ортақ еселік 36. Енді 3 пен 36-ны көбейтетін болсақ, ол 108 шығады. Ең үлкен ортақ бөлгіші 3. Енді 3 пен 90-ды көбейтетін болсақ, ол бізде 270 болады. Ары қарай 24 пен 60-ның көбейтіндісі 1440 болады. Ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз және ең кіші ортақ еселігін табу керекпіз. жиырма төрт 2-ге бөлінеді 12, 12 2-ге бөлсек 6, 6 2-ге бөлінеді 3, 3-ті 3-ге бөлеміз 1. 60-ты да солай жүктейтін болсақ, 2-ге бөлінеді 30, 30-ты 2-ге бөлеміз 15, 15-ті 3-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін ортақтарын белгілейміз. Ол бізде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3-ге тең. Ол дегеніміз 12. Ең кіші ортақ еселігі, осы қайталанатын сандарды бір рет қана жазамыз да, және қоршалмаған сандарды да көбейтіп жазамыз. Ол дегеніміз 120 болады. Енді 12-ні 120-ға көбейтсек, 1440 дұрыс шығады. Яғни біз дұрыс жазғанбыз деген сөз. Бұл жерден қандай заңдылық байқап тұрық? Яғни бұл екі санның көбейтіндісі, мысалы 15 пен 18-дің, 9 пен 12-ның, 6 пен 18-дің көбейтіндісі шыққан мәндері, мына ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ еселігінің көбейтіндісінің мәндеріне тең болып тұрғанын байқаймыз. 111-ші есепте 54 тісі мен және 90 тісі бар дейді. Қозғалысқа дейінгі жанасып тұрған тістер белгіленген. Яғни мына жерде жанасып тұр, солардың тістері белгіленген. Бірінші тістегергіш неше айналым жасағанда белгіленген тістері алғашқы қалпына келеді дейді. Яғни қайтадан осы қалпына келу керек. Ол үшін біз ең кіші ортақ еселігін табамыз. 54 пен 90-ды ол үшін біз жүктеуіміз керек. 54-ті жүктейтін болсақ 2-ге бөлінеді 27, 27 3-ге бөлінеді 9, 9 3-ге бөлеміз 3, 3 3-ге бөлеміз 1. 90 2-ге бөлінеді 45, 45 3-ге бөлінеді 15, 15 3-ге бөлінеді 5, 5 5-ге ғана бөлінеді 1. Енді жүктедік, ең кіші ортақ, енді ортақтарын табайық бір алдымен. Мына жерде 2 рет 3 қайталанады, мұнда да 2. Так, болды, енді қайталанбайды. Енді ең кіші ортақ еселігін табатын болсақ, осы 54 пен 90-ның. Қайталанатындарды бір рет қана жазамыз да, қайталанбайтын сандарды да толық жазып шығамыз. Так, сонда бізде мынау 27, 10, 270 болады.
Так, мына үшеуін көбейтіп жібереміз. 27, 2 мен 5-ті көбейтсек 10 ғой. Сонда 270 шығады. Мына 54 неше рет айналым жасағанын білу үшін осы 270-ті біз 54-ке бөлеміз. Мына бірінші тістегергішті білу үшін. 270-ті 54-ке бөлетін болсақ, ол мәні бізде 5-ке тең. Яғни жауабы сонда 5 айналым жасағанда болады. 5 айналым жасайды. 312-ші есепте ашық хаттың бағасы 45 теңге, ал Айнұрда 20 теңгеліктер бар. Егер сатушыда қайтаратын ақша болмаса, Айнұр кем дегенде неше ашық хат сатып алу керек. Яғни еңші орта еселігін табуымыз керек. Осы 45 пен 20 теңгенің. 45 пен 20 деген санды. Ол үшін біз екі санды да жіктеуіміз керек. 45-ті жіктейтін болсақ 3-ке бөлінеді, 15, 15 3-ке бөлінеді, 5, 5 5-ке бөлінеді, 1. Енді 20-ды дәл солай жіктейміз. 2-ге бөлінеді 10, 10-ды 2-ге бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлеміз 1. Енді ортақтарын белгілеп қояйық. Тек қана 5 саны екен. Осы 5 санын жазамыз және қайталанбай тұрған барлық сандарды жазып шығамыз. Бізде 180 деген мән шығады екен. Бізде белгілі бір ашық хаттың құны 45 теңге екені. Сондықтан 180-ді біз 45-ке бөлетін болсақ, ол 4 болады. Жауабы сонда 4 ашық хат сатып ала алады.